Қайырлы күн, құрметті Алматы қаласының оқушылары. Бүгінгі интерактивті сабақтың тақырыбы тұрғын үй секторындағы өрт қауіпсіздігінің негізгі талаптары. Тұрғын үйлердегі, пәтерлердегі өрттер әдетте отты бұзылуынан туындайды. Өрттің салдары қайғылы, бірақ оларды қарапайым өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау арқылы болдырмауға болады. Үйден шыққан кезде электр құралдарын сөндіріңіз, газ плитасының тетіктерін жабылғанын тексеріңіз, пештің үстіне заттарды кептірмеңіздер, олардың жануы мүмкін. Сіріңкемен, оттықпен, от шашумен, шамдармен және аэрозольді құты ыдыстармен ойнамаңыз. Егер пәтерде газдың иісі сезілсе, жарықты қоспаңыз және сіріңке жақпаңыз. Дереу ұялы телефоннан 104 нөміріне қоңырау шалып, газ қызметін шақырыңыз. Үй телефонын пайдалануға болмайды. Бөлменің ауасын желдету қажет. Газ құбырларына турник ретінде ойнауға болмайды. Су қолмен электр құралдарына қол тигізбеңіз және оларды жуынатын бөлмеде пайдаланбаңыз. Шамдарды қағазбен және матамен жаппаңыз. Жарқылдап тұрған электр құралдары мен розеткаларды пайдаланбаңыз. Тіпті барлық қауіпсіздік шараларын сақтаған жағдайда біз өзімізді қиын жағдайлардың туындауынан толықтай сақтандыра алмаймыз. Сондықтан сіздер өрт болған кездегі іс-әрекеттерді жақсы білулеріңіз қажет. Өрт туындаған жағдайда өз беттеріңізбен отты сөндіруге болмайды. Үйден бірден кету керек. Мұрынды дымқыл матамен жабу қажет. Лифтті пайдалануға қатаң тыйым салынады. Өрт туралы бірден көршілерге хабарлау қажет. Ұялы телефон арқылы 101 немесе 112 нөмірін теріп, аты жөндеріңізді және нақты мекен жайыңызды айтыңыз. Егер бөлмеден шығу мүмкіндігі болмаса, тыныс алу жолдарын қорғау үшін дымқыл мата алу керек. Мүмкіндігінше балконға шығып немесе терезесі бар от шықпай тұрған бөлмені табу керек. Бөлменің есігін мықтап жабыңыз. Терезелерді ашуға болмайды, өйткені олардың оттың таралуына жағдай жасайды. Баспалдақ арқылы пәтерден шығу мүмкіндігі болмаған жағдайда пәтерге оралыңыз. Кіреберіс есікті дымқыл матамен нығыздап жауып қойыңыз. Егер мүмкіндік болса, балконға немесе балкон сатыларына шығып, өтіп бара жатқан адамдар мен өрт сөндірушілердің назарын өзіне аударуға тырысыңыз. Пешпен жылытатын жеке тұрғын үйлерде тұратын оқушылардың ата-аналарына ескертеміз. Пеш және түтін шығаратын құбырларын күйеден уақытылы тазарту қажет. Пешті жағу үшін тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды қолдануға болмайды. Пештің қызып кетуіне жол бермеңіз. Пеш жаққанда оттың түтіні жоғары еркін таралу үшін пештің төменгі жағындағы есігін ашып қою қажет. Пеш алдында өлшемі кемінде 70-50 см болатын темір қаңылтыр қағылу қажет. Қорыта келгенде өртті сөндіруден гөрі алдын алу анағұрлым жеңілдірек екенін ескертеміз. Сондықтан күн сайын үйлеріңізде өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтаңыздар. Бұл сіздің өміріңізді, жақындарыңыздың өмірін және мүліктеріңізді құтқара алады. Осымен сабақ аяқталды. Сіздермен Алатау ауданы төтенше жағдайлар басқармасының қызметкері, азаматтық қорғау аға лейтенанты Акишева Раушан Сериковна болды. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше. Мұздағы қауіпсіздік. Көктайғақ кезінде зардап шеккіңіз келмесе, келесі ережелерді орындаңыз. Өзіңіздің аяқ киіміңізге көңіл аударыңыз. Аяқ астына қараңыз, қауіпті жерлермен жүрмеңіз. Егер мұзды жерде айналып өту мүмкін болмаса, мұз үстімен шаңғышы сияқты қысқа адымдармен жүріңіз. Жолдың келесі бетіне өтетін жерлерде абай болыңыз, асықпаңыз, жүгірмеңіз. Аяғыңызды тізеден бос ұстап, табаныңызды нық төсеп жүріңіз. Қолды қалтаға салып жүру құлау қаупін ұлғайтады. Егер тайып кетсеңіз, ауыр жарақат алмас үшін жүрелеп отыра қалуға тырысыңыз. Құлаған кезде қатты соққы алмас үшін бүктетіліп, аунап түсуге тырысыңыз. Құлаған кезде қолыңыздағы заттың емес, өзіңіздің аман қалуыңызды ойлаңыз. Құлаған соң орныңыздан бірден көтерілмей, жарақат алмағаныңызға көз жеткізіп, жаныңдағыларыңыздан көмек сұраңыз. Есте сақтаңыз, әсіресе арқамен құлау, шалқасынан құлау ең қауіпті болып табылады. Себебі осы кезде мидың шайқалуы мүмкін. Жарақат алған кезде міндетті түрде жедел жәрдем қызметіне хабарласу қажет. Естеріңізде болсын, әдетте мұз сүңгілері су жиналған жерде пайда болады.
Сол себепті үйлердің фасадын айналып өту керек. Қауіпсіздік ережелерін сақтаңыздар және мүмкіндігінше ғимараттардың қабырғаларына жақын жүрмеңіз. Егер тротуарда жүрген кезде жоғарыдан күмәнді дыбыстар шықса, жоғары қарап не екенін тексерудің қажеті жоқ. Ол жылжыған қар немесе мұз кесегі болуы мүмкін. Ғимараттан алыс қашуға да болмайды. Қабырғаға тезірек сүйеніп, шатырдың шетін қалқа ретінде қолдану керек. Үнемі қоршалған жер телімдеріне мән беріп, қауіпті жерлерге кіруден бас тартыңыз. Мұз үстімен өтуге бір адамға 4-5 см, 2 адамға 8 см, ал 6-7 адамнан құралған бір топ адамға мұз қалыңдығы 12-14 см болу керек. Мұзды аяқпен теуіп тексеруге болмайтынын ұмытпаңыз. Егер бірінші тепкіден аз мөлшердегі су көрінсе, немесе мұз бетінде аз кем жырықшалар пайда болса, мұз жұқа және оның үстімен жүруге болмайды дегенді білдіреді. Бұл жағдайда міндетті түрде судың жағасына келген ізіңізбен кері қайтыңыз. Аяғыңызды иық тұсымен мұздан алмай жеңіл адымдап жүріңіз, себебі күш бір нүктеге түспеуі керек. Жұқа, қатпаған мұзда жүрмеңіз. Қар астында жұқа мұз болуы мүмкін, абай болыңыз. Назар аударыңыз, егер аяқ астынан мұз жарылып, сынықтар пайда болса, қорықпаңыз және қауіптен қашпаңыз. Мұз үстіне етбетінен жатып, қауіпсіз жерге қарай жылжыңыз. Абай болыңыз. Мынадай жерлерде тіпті қатты аяздан соң да мұздың қатты деңгейі төмен болады. Егер сіз мұз астына құлап кетсеңіз, адам суға түсіп кеткен жағдайда ауыр заттардан құтылу керек. Сасқалақтамаңыз, жоғарыда немесе судың бетінде қалау үшін дереу 2 қолды мұз үстіне жазып жіберіңіз. Көмекке шақырыңыздар. Сіздің денеңіз бен киім арасындағы ауа сізді қандай да бір уақыт ұстап тұратынын естен шығармаңыздар. Мұздың жиегіне арқаға жатып, жиектің қарама-қарсы жағына оң аяқпен тіреліп, сол аяқты жігермен мұзға шығарыңыз. Мұзға шыққаннан соң келген жағыңызға қарай еңбектей жылжыңыз. Мұздай судағы адамның әрекеті. Есте сақта, 0 көлеміндегі судағы температура ауадағы төмен температурадан да қауіпті. Парадокс. Суда аз қозғалуға тырыс, белсенді қозғалған жағдайда ағзадан жылу тез бөлініп, тез тоңазып қалуға себеп болады. Есте сақта, қатты қалтырау, аяқ-қолдың ауырсынуы адам өміріне қауіпті емес, өлімге барлық ағзаның тоңазып қалуы себеп болады. Суда қозғалмау тірі қалу мерзімін көбейтеді. Қауіп туған жағдайда қорқып айғай салмаңыз. Бар күшіңізді сақтап, мұзға қарай қолыңызды барынша сермеңіз. Құтқару кезінде тезірек, тиянақты, абай болыңыз. Алғашқы жәрдем. Зардап шегушінің басын бір жағына бұрып, аузын құмнан тағда басқа заттардан тазарту қажет. Тыныс жолдары мен асқазанынан суды шығару қажет. Қан қысымының жиілігі мен тынысын анықтау. Осының барлығын 10 секунд ішінде істеу керек. Мұзда өзін-өзін ұстау қағидасы. Мұздың үстімен топтасып жүргенде бір-біріңнен 5-6 метр алшақ жүрген жөн. Бірінші жаяу жүргенге бейімдеп, құтқаратын заттарды кигізіп, мысалы құтқару кеудешесі, ең жеңіл адамды жіберу керек. Тыйым салынған жерлерден су қоймаларындағы мұздан өтуге болмайды. Мұзды аяғыңызбен жармаңыз. Мұздағы тесіктерге, жарықтықтарға, ойықтарға жақын келмеңіз. Мұздың бөлік-бөлігінде топталып тұрма. Шанамен, шаңғымен тік жар жағадан жұқа мұзға қарай сырғанамаңыз. В октябре 2020 года на площади Тавельсиздак города Кокшетау состоялся торжественный церемониал проведению присяги 147 курсантов первого курса факультета очного обучения Кокшетавского технического института МЧС Республики Казахстан. В торжественном мероприятии приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин и аким Акмолинской области Ермек Маджикбаев. Также министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин посетил Кокшетавский технический институт и ознакомился с материально-техническим оснащением учебно-тренировочного полигона КТИ. Я думаю, надолго запомнится молодым людям, что в знаменательный день, сегодняшний 2020 год, с вновь образованием, восстановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям и 25-летием образования государственной системы предупреждения чрезвычайной ситуации, им удостоена такая честь принять присягу для дальнейшего прохождения службы в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Сегодня я пожелал молодым ребятам, которые связали свою судьбу с защитой, предупреждением и ликвидацией чрезвычайной ситуации, успехов, благополучия и, невзирая на тяжелые
пандемию, чтобы все были здоровы и чтобы их судьба была благосклонна к их профессии, которую они выбрали. С 8 класса я хотел стать военным человеком. После окончания 9 класса поступил в высший многопрофильный колледж гражданской защиты. На 3-м курсе я спас ребенка в 2018 году, после чего я мог уверенно сказать и подтвердил этим поступком, что моя будущая профессия – это спасатель. Ну и сейчас мы элемент, который посмотрели, это непосредственно учебное место, которое полигон с каждым годом обрастает новыми элементами. Задача Кокшетавского технического института наращивать учебно-материальную базу. Мы сейчас работаем над тем, чтобы улучшить материально-техническое оснащение именно института с целью подготовки здесь квалифицированных спасателей, квалифицированных офицеров, которые придут служить уже в подразделение и знали, с чем им придется сталкиваться. К сожалению, на протяжении многих лет данной учебной базе не уделялось внимания. Я думаю, что в ближайшие годы мы должны эту базу сделать одной из самых передовых у нас в республике, где проходит подготовку не только курсанты, но и гарнизон Акмолинской области.